Баршаңызға сәлем достар, бүгін сіздермен ерекше бір сусынның рецептімен бөлісемін. Бұл сусын қазақ халқының ұлттық сусыны бордама шай деп аталады. Бұл шайды дайындау үшін ең алдымен құйрық майды қуырып аламыз. Одан кейін ұн салып, сарғайғанша қуырамыз. Оның үстінен салқын сүт құямыз, жақсылап араластырамыз. Бір шәйнек қызыл шай құямыз, дәл сондай мөлшерде су құйып, оның үстінен тары саламыз, 2 ас қасық бал қосамыз, содан кейін қайнатуға қоямыз. Сонымен бордама шай дайын. Бұл шайды жаңадан босанған келіншектерге беретін болған, белі тез қатаю үшін, емізулі сәбиі бар аналарымызға да өте жақсы шай, тойымды, бойды сергітуші, емдік қасиеті болғандықтан ауырып жатқан балаларға да беретін болған өте пайдалы шай.